Сәлем баршаңызға. Бүгінгі көрсетейін деп отырған гүлім осындай фикус деп аталады. Фикус гүлі енді формировка алып бонсай болып жатыр. Ол дегеніміз оның сигналы, міне қараңыздар, мына жақта коричневый свет, мына дальше 1, 2, 3, 4, 5, мына 5-ші ашып, 5-ші, мына 6-ші ашып тұрған гүлден жасылдан былай қарай молодой болып есептеледі. Енді атроска алған жағдайда мына коричневыйды қалдырасыздар, мына жерден коричневыйдың міне сәл үстіне жасыл болып тұрған жерден қиясыздар. Ол бір. Екіншіден жапырағынан да көбейтуге болады. Сіздерді атроска түрлерінде көрсеткен кезде жапырағынан көбейтуді көрсеткенмін. Сол көрсеткен фикус бенджамин жапырағындағы міне осы фикус бенджамин. Мен қазір осы бонсай болып келе жатыр. Енді бұны ары қарай бонсай қылу үшін атросканы мына жақтан алудың қажеті жоқ. Кішкентай фикустарыңыз болса, оны жапырақтан алу керек. Мынаның астындағы жапырақтарын бәрін қиып, міне мына старыйда коричневый болып тұрған жерде 1, 2, 3, 4 жапырақты алып, кореньға тамырлатуға қойып, мына жақтан барлығын веточка тал қылып, ары қарай мына жерге кішкене бүйтіп ұстап тұратын таяқ керек, чтобы былай қою үшін ары қарай күнге қарай майысып кеткен. Соны қойып, ары қарай бонсай жасасаңыздар болады. Күнде жапырағын сүртіп тұру қажет. Аптасына 3 рет, максимально 4 рет. Шығыс жақта терезеде тұрса солай суарасыздар. Батыстағы терезеде жарығы ғана бар, күн түспейтін терезеде болса аптасына 2 рет максимально болады. Сүртіп тұру қажет, себебі брызгать етсе, бұда жапырақтар грязный болып қалады. Мынаның барлығы молодой екені көрініп тұр жапырақтары. Және де фикустың жаңа жапырақтары осылай ортасынан өседі. Біреуі жаңа өсті, мынандай формаға енді, екіншісі деген сияқты үлкен тал болып кете береді. Және де бұны шифлера гүлі сияқты тоже эксперимент жасауға болады. Мына жерден қиып жасап, сосын ары қарай веточка жасап алуға болады. Тағы да қосымша жапырақтар алуға болады. Міне осы сіздерге айтайын деген фикус бенджаминнің үлкен жапырағы осы. Қылқан жапырақты майда-майда жапырағында атроскада көрсеткен болатынмын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басыңыздар. Және де видеом кімге тағы да пайдалы болады деген ойларыңыз болса, тағы да видеомды басқаларға ұсынуларыңызды өтінемін. Және де лүпіл басып кетіңіздер пікірге. Сіздердің фикустарыңыз қандай болып тұр, қандай жағдайда, және фикус гүлін жақсы көретін оқырмандарым болса, жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.